Жалпы ғалымдар былай дейді, бір адамды шынайы тану үшін үш кісі біледі дейді. Біріншісі әйелі, екіншісі қызметшісі, үшіншісі көршісі. Осы үш кісі жақсы адам деп куә беретін болса, ол расында жақсы адам болады. Жамағаттың алдында жақсы болып көріну мүмкінсің, мешіттің ішінде жақсы болып көріну мүмкінсің, бірақ та сенің ақиқатын осы үш кісі біледі дейді. Енді осы үш кісі пайғамбарымызды мақтаған екен. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалям мақтаған екен. Шынайы мақтаған. Көршісі Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху. Үлкен табииндер келетін, білім алуға, бізге хадис айтты. Алланың елшісінен естіген хадисті айтты. Сонда Зайд ибн Сәбит былай айтады: мен оның көршісі болған едім. Егер де пайғамбарымызға уахи түсетін болса, оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түскен уахиді мен жазып қоятын едім дейді. Сөйтіп айтатын: біз дейді пайғамбарымыздың қасында дүниені еске алатын болсақ дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізбен бірге сол нәрселерді еске алатын еді дейді. Пайғамбарымыздың кішіпейілдігінен де, егер біз ақыретті еске алатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізбен бірге ақыретті еске алатын еді. Егер біз тағамдар жайында әңгімелессек дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізбен бірге сол тағам жайында айтатын еді дейді. Не айтам бет сіздерге? Яғни көріңіздер, пайғамбарымыздың кішіпейілдігі жайында айтады ғой. Анас радиаллаху анху 10 жыл қызмет қылдым дейді. Маған бір рет болса да уф деп айтпаған дейді. Бір нәрсе істеп қойсам неге істедің, бір нәрсе істемесем неге істемедің деп айтпаған дейді. Сонда ғұламалар түсіндіреді ғой. Өйткені бұл шариғатта рұқсат берілген мубах нәрселер ғой. Егер де пайғамбарымыздың қасында шариғатта рұқсат болмаған жағымсыз нәрселер істелінетін болса, пайғамбарымыз айтатын, жақтырмайтын немесе сол жерден тұрып кететін білдірту үшін бұл шариғатта дұрыс емес екен. Жай ғана бұл дүниеви нәрселер ғой. Сол үшін пайғамбарымыз не ашуланбаған. Өйткені бүкіл іс әрекет Алланың қалауымен болады. Шын нәрсе хақиқатында Алланың қалауымен болады да. Бір нәрсе кезде болмай қалады ғой. Біз не істейміз? Өзіміздің қалауымызбен жүруді қалаймыз ғой, білесіздер ма? Яғни өзін жоспарлаған өмірбен жүруді қалаймыз да. Бірақ ол бізге хайырлы ма, хайырсыз ба, Алла біледі. Бірақ өзіміздің қалауымен кейде сондаймыз, жүруді қалаймыз. Шейх Ибн Ата Сакандири радиаллаху анху ман лам юдаббир дуббира лаху дейді. Кімде кім өзінің ісін Аллаға тапсыратын болса, Алла ол үшін бүкіл істерін реттеп қояды дейді. Сондай істі Аллаға тапсыру керек. Ал енді сол нәрсеге ашулану дейді, Алланың тағдырына разы болмауының бір белгісі дейді. Неге олай болмады? Неге менің қалауымдай болмады деп не? Біз ашуланамыз кейде. Көрдіңіздер ма? Жоқ, оған ашуға берілу болмайды. Сонда айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардың ішіндегі ең әдемі, ең көркем мінезді еді дейді. Көрдіңдер ма? Алла Тағала мақтады ғой. Расында сен ұлы мінезге иесің деп. Ал енді шариғаттағы рұқсат берілген мақтау айту пайғамбарымызға ол рұқсат етілген. Алла өзі мақтаса, сен ұлы мінезге иесің деп, Алла өзі ұлықтаса, Алла Тағала өзі пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам мақтаса, шариғаттағы бар нәрсені, рұқсат етілген нәрсені әртүрлі жырлармен мақтау айтатын болсақ, ол шариғатта біреулер айтқан секілді бидағат, пайғамбарымыз айтқан христиандар Исаны ұлықтаған секілді ұлықтамаңдар деп, бұл жерде хадис өзі ашықтап тұр ғой. Яғни христиандар, яғни Мариямның ұлын, яғни Иса алейхиссаламды ұлықтаған деп, қалай олай ұлықтады? Құдайдың ұлы деп, Алла сақтасын ше. Солай ұлықтамаңдар деп тұр. Олай шектен шығуға болмайды. Ал енді шариғаттағы бар нәрсені айтуға әлбетте не? О рұқсат етілген. Бәлкім мустахаб дейді ғұламалар. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көршісі мақтады және қызметшісін мақтады. Үшінші кім? Айша радиаллаху анха, пайғамбарымыздың мұсылмандардың аналары. Сахабалар келеді: "Я Айша радиаллаху анха, бізге пайғамбардың сипатын сипаттап берші" деген уақытта не? Сендер Құран кәрімді оқып көрмедіңдер ме? Оның мінезі Құран болды дейді. Құранда не нәрсе бұйрық болса, соны орындаған. Не нәрсе тыйым болса, бір нәрседен қайтарған болса, сол нәрседен тыйылған. Толықтай. Айша радиаллаху анха айтады: "Айындар, үйде дейді, қараңыздар, өзінің киімдерін тіккен дейді, қойды сауған дейді, үй істерін
аяқ киім тіккен дейді. Әйелдердің біріне қол көтермеген дейді. Қызметшілердің біріне де мүлдем қол көтермеген дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ағайындар, қасындағылар не деп куә береді? Айтыңдаршы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасында жүргендер былай айтады: Алла! Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай бір керемет мінезі болған дейді. Адамдармен жолыққан уақытта қандай адам болсын ше, бар ынтамен, жылы жүзбен әрбір сөзін мұқият тыңдаған. Бізде өкінішке орай адамның дүниесіне қарап мәміле қыламыз ғой. Пәленше кісінің дүниесі көп, онымен не жылы жүзді болу керек. Пәленше кісінің дүниесі жоқ, онымен сәл былайқа мән бермейсің оған. Сәлем берсе, онша сәлем жауап бермейсің. Қалайсыз десе, жақсы деп жазасың, бірақ оның жағдайын сұрамайсың. Өйткені қызық емес сен оның жағдайын. Енді дүниесі бар адам кісі болатын болса, бәрін сұрап кетесің ғой, бала шағаны сұрап кетесің. Бұл жағымпаздық, бауырлар. Жағымпаздық деген жаман нәрсе. Адам дүниемен өлшенбейді. Адам тақуалықпен Алланың алдында да, адамдардың алдында да тақуалықпен өлшенеді, бауырлар.